10-шы сабақтың жалғасы. Келесі мәтін бойынша берілген тапсырмаларға назар аударыңыз. 3-ші тапсырма. Мәтін бойынша сөздерді теріп жазып, сөздік құрастырыңыз. Сөздік. Жаңа сөздер. Қойнау, ұнтақ, кен, шикізат, асыл, кешен, игілік, байлық, білікті, құпия, білімді, тәсіл, қазба. Грамматикалық тақырып: зат есім. Заттың атын білдіреді. Сұрағы: кім, не? Зат есімнің түрлері: дара зат есім, күрделі зат есім, жалқы зат есім, жалпы зат есім. Дара зат есім бір сөзден болады. Және дара зат есім негізгі зат есім және туынды зат есім боп екіге бөлінеді. Негізгі зат есім түбір күйінде болады. Мысалы, ән, үй, бұлт, от. Ал туынды зат есім негізгі зат есімге жұрнақтар жалғану арқылы жасалған сөздер. Жұрнақты сөздер: тілші, гүріл, жетіген, кезекші. Күрделі зат есімдер бірнеше сөзден болады. Күрделі зат есімнің келесі түрлері бар. Біріккен сөзді. Мысалы, ақ тау, аққу, асан әлі. Қос сөзді: ата-ана, киім-кешек, бала-шаға. Тіркескен сөзді: Абай Құнанбаев, Каспий теңізі. Келесі күрделі зат есімдер қысқарған сөзді болып та келеді. Қазақстан Республикасы, Қазмый, пединститут, тағы басқа. Келесі жалқы зат есім дегеніміз жеке заттарға берілген атаулар. Мысалы, Асқар, Астана қаласы, Қарақия, Бәйтерек сауда кешені, Шерқала мейрамханасы. Жалқы зат есімдер барлық уақытта бас әріппен жазылады. Жалпы зат есім жалқы зат есімдерден басқа заттарға берілген атау. Мысалы, тау, тас, гүл, кітап, апа, терезе, жаңбыр. Жалпы зат есімдер сөздің басында келгенде бас әріппен, қалған уақытта кіші әріппен жазылады. 4-ші тапсырма. Мәтіннен зат есімдерді тауып, олардың жасалу жолдарын түсіндіріңіздер. Қазақстан даласының қойнауында кен байлықтарының аса мол көздері бар. Оларды ашып, орасан зор мақсатпен халық игілігіне жұмсау негізгі міндеттердің бірі. Ал жер қойнауынан кен өндіру, оны байыту, тым жақсы етіп қорыту құпияларын зерттеу мамандардың ісі. Кенді қазу алдында барлау жұмыстары жүргізіледі.
кен қоры мен сапасы анықталады. Осындай қиындығы мен құпиясы өте мол өндіріс орындарына аса терең білімді мамандар, яғни инженерлер қажет. Бесінші тапсырма. Төмендегі сөйлемдерді оқып аударыңыздар. Тау-кен инженері болу менің ең бір асыл арманым. Қаныш Сәтбаев аса дарынды, өте талантты ғұлама ғалым. Біз әрдайым ол кісінің рухының алдында бас иеміз. Инженер мамандығын меңгеру өте қиын, дегенмен де қиындықтарды жеңе білу керек. Қорытынды. Келесі сұрақтарға жауап беріңіздер. Бүгінгі өткен тақырыбымыз қалай аталады? Инженер сөзі қашан пайда болған? Инженер сөзінің мағынасы қандай? Инженер қандай қызмет атқарады? Инженер мамандығының тарихы қоғам дамуының тарихымен байланысты ма? Инженер жайлы көркем туындылар оқыдыңыз ба? Үйге тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын айтыңыздар. Мәтін мазмұнын түсінгеніңізді кестеге жазып дәлелдеңіз. Сөйлем түрінде жазыңыз. Өз сөзіңізбен қысқаша мазмұны, аудармасы.